Жанерке, тұрсаңшы. Жанерке. Жанерке деймін. Не болды? Соншама айқайлаған не, Аслан? Қайда кетіп бара жатсың таң атпастан? Жұмысқа бармайын ба? Сен тұрмайсың ба не қылса? Сағат обед болды ғой. Қош, тұрып қайда барам? Жоқ, тамамды бермейсің ба? Аштан аш кетпейтін шығармын жұмысқа. Қазір құттай демалып отырайыншы. Тез болшы енді. Сен де бір ызыңдап қалғансың. Ана жерге хоть жинастыра берші, мен киініп алайын. Мен асығыспын деймін саған, Жанерке. Не болды, әйеліңе көмектесуге де жарамайсың ба сонда? Осы басқа күйеулерді қарасаң қызығасың. Әйелдеріне жаны ашып өліп барады. Ал сен болсаң керісінше. Жарайды, кешір. Тез болшы. Бүгін қайсың есен болады екен? Мынаны киіп алайын ба екен? Қуасың ба сен? Неге өзің қуасың ба? Енді мынаны кимейсің ба, қой? Мынаны ма? Кетші, олар ескі. Қойшы енді болды. Қай очки кисем болады? Саған рахат, үнемі кетесің. Ал мен болсам үйде отырамын, малай ұқсап. Сен де бір күн шығасың ғой? Қойшы. Жарайды, осыны кие салайын. Маған киім алу керек, барлығы азайып қалған. Аламыз бұйырса. Қазір күтсенші енді. Жағылай. Тез болшы. Қазір асықтыра бермеш. Орамал тақпайсың ба? Жоқ, менің шашым ешқайда түспейді. Сен мына жер әлі жинастырмағансың ба, Жанерке? Қойшы, болды, мен саған қазір ренжіп қаламын, Аслан. Үйленгеніміз кеше ғана немен барлық жинастырып жүруім керек пе? Немесе мен сендерге құлмын ба? Мына кімде осы? Амансың ба? Сәлем бердік. Не болды соншамада екеуіңге айқайласып? Балам, қайда кетіп бара жатсың? Мамам жұмысқа. Енді тамақтарың қайда? Жанерке, тамағың қайда? Дайын емес пе әлі? Дайындаймын, күтіңіздерші. Жоқ, жай ғана сұрап жатырмын, олай саған ашуланба. Дайындаймын дедім ғой, немене түсінбейсіздер? Мен барлығына үлгеретіндей 4 қолым жоқ қой. Мен саған жай ғана айттым ғой, қызым, неге сонша ашуланасың? Енді өздеріңіз ғой. Не болды, тас ғасырында өмір сүріп жатқан жоқпыз ғой? Күтіңіздер, шыдап. Үлгереміз, бәріне үлгереміз. Пісіремін қазір, тамақтарыңды жейсіздер. Қандай шыдамсыздар? Күте тұршы, Аслан. Мен үлгермей жатырмын. Жақсы, мам. Кеше ғана еді, онда түсінші. Сонда бар кінәні менен көресің бе, балам? Жоқ, мам, мен сен көріп тұрғаным жоқ. Просто құттай күте тұрыңызшы, өтініш. Ашуланбаңызшы. Жарайды, әйтеуір әйелін айтқанда шығалмай қалмасам болған. Әйелін айтқанда шығалмай қалсам болған, анау-мынау демей ақ қойсын. Өзім білем мен. Күйеуімді қалай тәрбиелеймін, оны мен өзім білем. Жақсы болды, жүрші енді. Айғылым, керек емес. Бұл сен келіндің ғой, енді кеше ғана келді. Өзі әлі кішкентай қыз. Мән бермей ақ қой. Жақсы. Тамаққа тоймайды. Жақсы, енді тез болшы. Боламыз. Келін тайын. Мам ба? Ас болсын. Рахмет. Ауыр айтып қойсам кешірші. Ешкім етпейді. Енді бірақ мені түсінулерің керек қой. Мен де кеше ғана келдім. Бәріне үлгере бермеймін. Келін, сендерге құл емес қой. Дұрыс айтасың. Ренжіме. Мен сені сонда да жақсы көремін ғой. Мен сені жақсы көремін. Айтпақшы, кеше ұнатқан көйлегімді алдым ба? Мен саған ақша жіберіп едім ғой? Жоқ, қайдағы? Үлгере алмадым. Үйден де шыққан жоқпын. Ертеңдері шығатын шығарым. Ертең демекші, мен саған айтуды ұмытып кеттім. Мені? Ертең менің әпкем келеді. Кім?
тойдан кейін кездеспеген секілдісіңдер ғой. Иә, аты кім еді? Айзерем. Неге? Мен сонда ертең де үйде шыға алмаймын ба? Үнемі үйде отыра беруім керек пе, Аслан? Ертең емес, басқа күні келсінші. Енді қалай айтам, басқа күні кел, ертең Жанерге босамайды деп айтуым керек пе? Иә, дәл солай айт. Не болды, әпкеннен қорқасың ба? Жоқ, енді ол менің бауырым ғой, өзіне не келе жатыр, не болсын шамадай. Сонда да ол маған ұнамайды. Өтініш, қош. Жоқ деймін, Аслан, ертең босамаймыз. Ертең мен шопингке баруым керек, барлығын аралауым керек. Ал оған тамақ кім пісіреді? Енді сонда не істейміз? Қош, мен күтетін уақытым жоқ. Не болды сендерге тағы да? Жоқ, жай ештеңе, ертең Айзерең келетін туралы айтып жатқам ғой Жанерге. Иә, айтпақшы, ертең Айзере келеді деген шығар, менің қызым келеді екен ғой. Соған ертең Жанерге күштетіп бешбармақ ас, тәтті тағамдарыңды пісір, манты пісір, барлығын пісіріп қой. Күтіп алайық енді. Неге мен пісіру керекпін? Енді мен пісірмейтін шығармын, сен осы үйдің келінісің. Енді бар міндет сенің қолыңда ғой. Ас үйінде сенің бөлмең болады. Түсінбедім, мен ертең босамаймын. Ертең мен кетуім қажет. Олай жүре бермеймін. Заказ бір біресе бере салыңыздар. Не болмаса келсінде сіздерді көрсін де шайын ішіп кете салсын. Уақытым жоқ біресе пісіретін. Не айтып тұрсың, қызым ау, ол менің қызым ғой. Общагада тұрып шаршап кеткен шығар. Ол жерінде тамақтарына дұрыс тамақ бермейтін еді ғой. Енді мен үйіме келіп тойып алсын дегенім ғой. Білмеймін, ертең мен босамаймын. Көремін. Ыңғайына қараймын. Барам ба, бармайым ба, оны өзім шешем. Жақсы. Мен болдым. Жақсы, сау бол. Мына жері кім жинайды? Қазір жинаймын. Мам, жақсы кешіріңізші. Енді өзі үйрене салмай жүрген шығар. Балам, келші. Әкесі баламен құтта сөйлесе тұрмадың ба? Мам, мен асығыспын. Ештеңе етпейді, уақытымды көп алмайды. Ал екен айтасыз. Балам, келші. Мен де бұрында анаңға дәл солай андай подкаблуктар ұқсап жүргем. Ананы алып бер деген айтқан барлығын істеп. Кейін оны түсіндім. Қалай айтсам болады? Қойыңызшы, мен анасына сізге барлығын істете бердім, Жоқ. Жақсы, ол маңызды емес. Мен де бұрында сондай болғанмын десек те. Саған айтарым, ең бастысы. Подкаблук болмашы, менің жолымда қайталамашы, жарай ма? Әліңді мына жұдырықта ұста. Жоқ, жұдырықта ұста дегенде ұрып өйтіп жүрме. Әрине, айтқан кішкене істеп, бірақ енді басыңа шығып кетпесін. Ертең осы сен отағасы сол болып жүрмесін, ал саған айтатын ақылым осы. Ертең Айзере келеді ғой, соны жақсылап күтіп алыңдар. Ешкім ешқайда кетпейтін болсын, жақсы ма? Ана келінге де айтып қой, ондай нәрселерін шығарып жүрмесін. Жақсы, екен, мен түсіндім. Жақсы, балам, жолың болсын. Жақсы, рахмет. Жақсы, балам, бара ғой. Жақсы, әйтеуір Жанерге екеулеріңіз ұрысып қалмаңыздаршы. Жоқ, барлығы жақсы болады, ойындама. Жақсы. Әкесі сөйлестің бе? Иә, барлығы жақсы. Ой, мынаның барлығын сал деп едім. Анау келеді, мынау келеді дейді ғой, оның бәріне менің қай уақытым бар? Түсінбеймін осыларды. Менің құқығы жылдамаған шығар. Оның үстіне кішкене осында шыдаймын, содан кейін бөлек шығамыз. Ештеңе білмеймін. Бөлек кетпесе, көреді. Алло. Сәлем, қалайсыңдар? Ертең? Иә, әрине шығам. Ой, қазір мен ата-анемді бір етікке тығып тастаған кезім ғой. Ойындамаңдар, әрине шығам. Ақша деген жетсе, сендерге де даже төлеп бере аламын. Ертең кездескенше. Сау болыңдар.
маған сенбейді. Кім екенін көрсетемін ғой мен оларға әлі. Мына кім телефоны? Сені сияқты ғой қазір. Айзере ғой қызым. Не дейді қазір? Алло қызым. Ой жаным, қалайсың ботам? Жақсысың ба? Иә, әрине, етеміз. Келе ғой. Иә жаным, әрине, күтіп аламыз. Бешбармақ асып, манты жасап, барлығын жасап қоямыз. Сені көрмегелі де көп болды ғой жаным. Общага қалай, қиын ба екен? Ой, оқып әбден шаршап кеткен шығарсың. Енді біздің үйімізге келіп, кәдімгідей демалып, күшік бешбармақ жеп тойып кетесің ғой. Иә жаным, мен сәлем айт. Иә, әкең саған сәлем айтып жатыр. Ау қызым, қалайсың? Иә, біз сені сағындық. Ертең келіп жарай ма? Қалып қойма. Әрине күтіп аламыз, ойындама. Иә, ауыр чемодандар болса күтіп аласыңдар ғой. Қызым, сосын сен қонатын шығарсың, иә? Иә, қонады екен. Не, бір аптадай ма болады, содан кейін кетеді ғой кері. Жақсы қызым. Қайырлы күн. Қонам екен. Кішкене болсын енді. Сосын асықпай той тартып, сеп-семіз қылып жібереміз ғой. Иә.